Адын жәннаттары туралы Алла Тағала Құранда жалпы жәннат деген ұғымның жәннаттар деп сөйлеген кезде бір 69-ға жуық мәрте сөйлеген екен Алла Тағала. Соның ішінде бір 10-11 жерінде ғана осы жәннату адын деп сөйлегенде. Жәннаттар деген сөзбен қосылып айтылған кезде Фирдаустың өзі бір-ақ рет айтылған Кахф сүресінде. Жәннат әл-Фирдаус деп та. Өйткені ол бүкіл жәннаттардың шыңы екен ғой, биігі. Бүкіл өзендер басқа жәннаттарға сол жақтан ағады да. Бұл жәннат деген нәрсе, құрметті жамағат, дәрежелер екен да. Дәрежелер, мәртебелер. Сондықтан бізге берілген ғұмыр, осыны қоржыныңа жина. Әр күніңді шаман келгенше салиқалы амалдарды жина. 5 уақыт намазыңмен ғана шектелме. Өйткені 5 уақытпен намазымызбен шектелетін болсақ, Ата былай деп айтады бізге. Сүмма ауросынал китабы. Сосын біз бұл кітапты, яғни Құранды мұра қылдық, ей пайғамбар. Аллазина стафайна мин ибадина. Осы пайғамбарлардан кейінгі таңдаған үмбетімізге, яғни сенің үмбетіңе осы кітапты мұра қылдық дейді. Сенің үмбетіңде 3 түрлі болады дейді да адамдар. Мұсылмандар 3 түрлі. Біз қазір қиямет күні бізді аталыз 3 мәртебе, 3 мазхабпен бөледі болды. Басқа нәрсе істемейді ол жерде. Ол қандай деген кезде жаңағы фаминхум золимун ли нафсихи. Сендердің іште, олардың іштерінде 3-ші жақтан сөйлеп отыр да Алла Тағала. Алла Тағаланың әлемдердің Раббысының өзінің сөйлеуі іштеріңде деп сөйлемейді да. Қатты бүйтіп бетіңе қарап айтып жібермейді да. Фаминхум, олардың іштерінде дейді. Золимун ли нафсихи. Өзіне әділетсіз жасап жүргендер бар дейді. Өзіне әділетсіздік жасап жүргендер бар. Яғни біледі, істемейді. Намаз енді бір оқылар, енді қойшы, кейін оқимыз. Өздеріне әділетсіздік жасап жүргендер бар дейді. Сосын жаңағы екіншісі ваминху муқтасид. Сосын бұлардың іштерінде орташалары да бар дейді. Орташа парыздарды атқарып, одан кейін жаңағы өз үйім өлең төсегім деп жүре беретіндер де бар дейді. Одан кейін وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Алланың рұқсатымен бұлардың іштерінде жақсылықтарда жарысып осып кеткендер бар дейді. Жеткізбей кеткендер бар дейді. Олар әрдайым аз болады екен әрбір заманда. Бірақ осыған бізді көбейткісі келіп жатыр Алла Тағала. Сол үшін айтып жатыр да. Міне қараңыздар. Заликал хуал фадлул кабир. Ең үлкен кеңшілік деген осылар дейді. Жалпы Ибн Аббас осы аятқа келіп, жалпы бұл үшеуі де жәннатқа кіреді түбінде дейді. Жаңағы өзіне әділетсіз болғандарды пайғамбарымыздың шапағатымен тағы басқа жаңағы бауырлары араласып, барып шығарып, әйтеуір түбінде шығарып алады дейді. Орташалар жаңағы мысалы, бұлардікі де жаңағы есеп деген нәрселер болады деп отыр. Сабиқун бил хайрат деген жаңағы жақсылықтарда осып кеткендер Алланың рұқсатымен деп отыр да. Алланың рұқсатымен деген сөз не үшін қостыра десеңіз, мақтанып кетпес үшін екен адам. Өзім бұны салиқаларды істеп жатқанмен дегендей. Раббым, сен нәсіп етпегенде мына оразаны ұстай алмайтын едім ғой деп жүрген адам жақсы көреді Алла Тағала. Нәпіл ораза ұстағанда. Сен нәсіп етпеген мына тахаджуд оқи алар ма едім бүгін деп айтады ол. Сол үшін Алланың рұқсатымен деген сөзді қосады. Міне бұларға зор кеңшілік бар дейді да. Қандай зор кеңшілік деген кезде бұларға жәннату адн дейді қайтадан қараңыздар. Адн жәннаттары болады дейді да. Соған кіреді деген мәселе. Юхаллауна фиха мин асауира мин захаб. Ол мынандай мысалы анау адын жәннатына кіргендер алтыннан вал улуа және мына інжу маржаннан болған білезіктерді кигізіп қояды дейді. Ол інжу деген нәрсе, құрметті жамағат, өте бір маңызды нәрсе. Ана дүниеде де Алла Тағала жаратқан кезде ақыреттегі інжумен тең бола алмайды ғой. Бірақ дүниеде оны жаратқан кезде ол ерекше жаратылған нәрсе де теңіздің түбінде жатады. Теңіздің түбінде ұлудың жаңағы несі бар бұндай. Қапшыға, тас. Соның ішінде кіреді, оны ұлу тәрбиелейді ол негізі. Ұлудың ағзасымен араласып, тәрбиелеп доп-домалақ болып шығады. Оны жарып шығарған кезде бір кішкентай домалақ жарқырап жатады да. Ана жаңағы қосироту торфи дегенде Алла Тағала не алдындағы Соффат сүресінде де баяндаған. Олар хор қыздары бір жасырын жатқан жұмыртқаға ұқсайды дейді да. Хор қыздары деген нәрсе.
ол тек қана сол күйеуіне жасырылып жатқан нәрсе дейді ананың ішінде, інжу маржанмен. Бүгінгі күнгі мүмин әйелдер осы інжуге ұқсайды. Неге? Інжу жамылғы кимешек орамалының ішінде де. Күйеуіне ғана арналған, күйеуіне ғана ашылады. Түсіндіңіз ғой? Інжу осындай нәрседе жарқырап отқан, теңіздің түбіндегі жатқан нәрсе. Сондықтан ол иман келтірген, жаңағыдай айтайық, жәннатын іздеген, мысалы, өздеріңіздің жаңа жұбайларыңыз кимешек, орамал жамылғыларын тағынып жүрген нәрсенің бәрі. Ол Алла үшін, көрдіңіз ғой? Алланың киген киіммен киіп, өздерінің тақуалығын атқарып жатқан нәрселер.